Сәлеметсіздер ме? Мен Ермек Алинұр, 6-шы сынып оқушысы. Бүгін біз Ертіс өңірінің ең көрікті, ең зәулім ғимаратының бірі Мәшһүр Жүсіп мешітіне саяхат жасаймыз. Павлодар қаласында орналасқан бұл ғимарат жай ғана құлшылық үйі емес, бұл заманауи сәулет өнері. Қазір біз оның басты құпияларымен танысатын боламыз. Мешіттің архитектурасы өте бірегей. Оның орталық күмбезі қазақ үйдің шаңырағы тәріздес етіп жасалған. Бұл бейбітшілік пен бірліктің символы. Ал көкке бой созған 4 мұнараның әрқайсысының биіктігі 63 метрді құрайды. Бұл сан пайғамбарымыздың Мұхаммедтің өмір жасын білдіреді. Ғимараттың 8 бұрышты пішіні де тегін емес. Ол жан-жақтан келген қонақтарға есігіміз ашық деген мағынаны береді. Енді мешіттің ішіне енейік. Бұндағы ең көз тартарлық дүние 434 шырағы бар. Зумраттан жасалған үлкен хрусталь люстра. Ол ғимаратқа ерекше сән мен жарық сыйлап тұр. Сондай-ақ мешіт ішінде ислам мәдениетінің мұражайы, үлкен кітапхана және неке қию залдары бар. Бұл жер өңірдегі діни және мәдени ағартушылықтың нағыз ошағы. Ұлы ойшыл Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының есімін иеленген бұл мекен Павлодардың мақтанышы. Ол қаламыздың заманауи келбетіне ашып қана қоймай, әрбір адамға рухани тыныштық сыйлайды. Ертіс өңірінің осындай інжу-маржандарын сақтау біздің міндетіміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.